Сәлем достар, бұл сендердің сүйікті арналарың Тез кино. Бүгін мен сендерге атаңызға айналған аниме Титандар шабуылын айтып көрсетемін. Сонымен шабуыл және өлтірушінің оғы деп аталатын соңғы маусымның 7 және 8 эпизодтары. Сондықтан әдеттегідей дайындалып, дәстүр бойынша шай қойып құрт дайындаңдар. Эрен және оның ұшатын полкі мен Марли титандарына қарсы шайқас жалғасуда. Пик арба титанмен арқасында орнатылған зеңбіректі қолданып, скауттар полкын Порко Галиардтан алыстату үшін уақытында келеді. Сол мезетте Лара Тайбур Эреннің қолындағы өзінің пілясында балға титанның күшін қолданып, оған тік енекті тығып алайын дейді. Эрен шабуылдаушы титанның қолын күшейту арқылы мойнына жасалған шабуылға тосқауыл қоя білсе де, денесінің қалған бөлігі титанның шыңдалған етінің ағашы ретінде ауаға көтеріледі. Жауынгерлер мен ұшатын скауттар Кинг-Конг тәрізді құбыжық титан келгенде қайта топтасады. Кішкене қашықтықта Фалько Грайс броньдалған титанның қолынан оған және Райнерге құлаған ғимараттан қашып кетеді. Ол жауынгерлер мен ұшатын скауттар арасындағы шайқастың қалай жүріп жатқанын бақылайды. Және Эренді байқап, Эрен оны алдаған есіне түсіреді. Фалько қайтадан ес-түссіз жатқан Райнерден кешірім сұрау үшін броньдалған титанның саусақтарының арасына шығады. Патсан Фалько Райнердің титандардың күші арқылы емделуі керек екенін түсінеді. Бірақ Райнердің өмір сүруге деген әлсіреген еркі оның қалпына келу қабілеттеріне әсер етіп жатыр. Ол Райнерден күтуді өтініп, оның айналасында тек жаулар емес, достар бар екеніне сендіруге тырысады. Шайқас жалғасып жатқанда Эрен Лараның кристалын кеміруге тырысады, бірақ өзінің шабуылдаушы титанның тістерін сындырады. Ол сондай-ақ Лараның шаршағанын түсінеді. Әйтпесе оның шүйдесін тесу попыткасын бітіруші еді. Эрен өзінің қазіргі шабуылдаушы титан денесін тастап, жаңасын жасау үшін төмен секіреді. Порконың Эреннің әлі де басқа титан денесін құруға жеткілікті күші бар болғандықтан рухы түседі. Бірақ арба титанның денесінде отқан Пик қыз оны қазіргі уақытта ұрыс алаңын жауынгерлер басқарып жатқанына сендіреді. Өйткені олардың қарсыластарының қару-жарақ пен отын жанармайлары шектеулі. Осы уақытқа дейін Марли әскерилері аймақты қоршап, кез келген шегіну жолын кесіп тастады. Порко әлі де негіздеуші титанның жанында болуына алаңдайды. Бірақ Пик оған Левиден айуан титанды қорғауға назар аудару керектігін айтады. Көмек іздеп Фалько Тео Магатқа соқтығысып, оған Райнер туралы айтады. Оларға бұрын өлтірілген жауынгерден алған мылтығын алып Габи жақындайды. Айлақта Марлиан флоты Либериоға қосымша күштер жеткізу үшін айлақтауға тырысады. Бір кеменің капитаны айлақта жанында тұрған шағын балықшы қайығын байқап, оған жағаға қайтуды бұйырады. Теңізші капюшонын шешіп, скауттар полкының командирі Армин Арлельт болып шығады. Ол колоссальный титанға айналмас бұрын кемеге айқын қарап, Марлиан флоты мен портын жоятын барлық жерде көрінетін үлкен жарылыс тудырады. Колоссальный титан іске қосылғанын көрген жауынгерлер ұшатын скауттар полкі дайындықсыз келмеген түсінеді. Бұл Порконы Эренге шабуыл жасауға итермелейді. Скауттар Пик пен Зикқа шабуылдайды. Зик Левидің соққысынан құлап, Магат Фалько Габидің алдына қонады. Леви жарылғышты жаруға дайын боп, ғажайып титанның басына қонады. Ал Магат екі баланы оларды жабуға итереді. Сол мезетте Пик пен арқасындағы пулеметтері бар солдаттар скауттармен шайқасады. Саша солдаттың басынан атқанда арба титанның пулеметтерінің бірінің үні өшіп қалады. Пик одан кек алуға тырысады, бірақ Джин шатырдың шетінен секіріп өтіп, найзағай найзасын титанның көзіне атып үлгереді. Содан кейін ол оның айналасындағы қалған командаға шабуылдауды бұйырады. Осыдан кейін найзағай найзасының оқ жаудыруы арқадағы қалған солдаттарды өлтіреді. Пик қырғыннан шығып, Магат, Фалько және Габидің алдына шатырдан құлайды. Джин оны аяқтау үшін төмен атылады. Бірақ Фалько олардың арасына жүгіріп, оны атпауын сұрайды. Ол кедергіге алаңдағаны анық, бірақ ол ештеңеге қарамастан атуды шешеді. Оның найзағай найзасы нысанаға тимейді. Ал Жан бұл зақымдалған титаннан шыққан будан болды ма, немесе өз ар-ұжданының әсерінен болды ма деп сенімді емес. Пик титаннан ауыр жаралы боп шығып, Фалькоға қашуды бұйырады. Барлаушылар оны аяқтау үшін осы сәтті пайдалануға тырысады. Бірақ Магат оны қорғау үшін айналасына солдаттарды жинап, екеуі Пикті панаға апарады. Портта тап болған Армин өзі тудырған жаппай қиратуға қайта қарап,
өзінің титанынан шығып, оның үстіндегі точкаға ұсталу үшін жабдықтаудың тұтқасын көтереді. Өзінің жолдастарының жеңілгенін көрген Порко ашуланып, Эренге атылады. Шабуылдаушы титанның қолын тістеп, тырнап, бір көзін жұлады. Эрен екінші шабуылды Лараның кристалымен тоқтатады. Титан жақ кристалда терең сызаттар қалдырады, және ол титанның кристалды балға титанды өлтіру үшін Лара орналасқан кристалды сындыра алатын түсінеді. Ғимараттың ішінде пилктің қалпына келуі баяу жүреді. Габи сахна сыртында әлі де жер астында жатқан Райнер туралы сұрайды. Фалько Райнердің басынан не өткергенін біліп, оны жекпе-жектен тыс қалдыруды ұсынады. Мұны Габи Эреннің қанша адамды, соның ішінде достары Удо мен Зофияны өлтіргенін ескере отырып түсінбейді. Концлагерден жоғары Либерио әуе кемесі скауттар қойған белгілермен жүріп келеді. Кабинада Ханги Зоэ өз солдаттарын қайтаруды жоспарлайды, бірақ олардың бір ғана мүмкіндігі бар. Қалып қалғандардың жолы болмады. Ханж жоспарды Алберт деп тауып, Арминнен Эрвин Смитпен кернелген емес пе деп сұрайды. Дирижабльді байқаған Порко олардың қашу тәсілін шабуылдауға тырысады, бірақ Микаса Акерман үстінен түсіп, титанның аяқтарын шауып, оны Эреннің алдында жаралы күйде қалдырады. Эрен оны ұрып соғуды жалғастырып, Лараның кристалын жақ титанның аузына апармас бұрын оның қолын жұлып алады. Содан кейін ол жақ титанды ауаға жоғары көтеріп, кристалды мұжу үшін оның жақтарын пайдаланып Лараны өлтіреді. Ағып жатқан қан мен жұлын сұйықтығы шабуылдаушы титанның аузына тиіп, Эрен балға титанның күшіне ие болады. Содан кейін ол жақ титанның басын жерге аяусыз ұру арқылы оны қатардан шығарады. Келесі кезекте Порко желінетінін түсінген Габи мен Фалько Райнерді көмекке шақырады. Ұрыс даласының басқа жағында броньдалған титанның қолында есін жоғалтайын деп әрең жатқан Райнер олардың айғайын естіп, көңілі қалады. Ол жайбарақат өлуге мүмкіндік бермей жатқаны үшін ашулы. Райнер броньдалған титанға айналып, Эреннің назарын аударып, Порконың өмірін құтқарады. Райнер Эренге өзінің броньдалған титанымен шабуылдайды. Ол аласталған болса да, шабуылдаушы титанның жұдырығынан оның жағы жойылса да, ол Эреннің оны жеуіне жол бермей, жақ титанын тартып қалады. Эрен титанның денесіне шығып, олардың аяқталғанын байқайды. Микаса Райнер орнынан тұруға тырысқанда, Эренге үйге бару керектігін айтады. Ол Эренді алып, олар оның тік маневр жасайтын жабдығын пайдаланып кетеді. Барлау полкі өздерінің дирижабліне шегінеді. Джин солдаттарға оларды төменнен қорғау үшін дирижабльге жетуге бұйрық береді. Жауларының кеткенін көріп, Габи мылтығын алып, Эренді өлтіретінін айтып, ғимараттан жүгіріп шығады. Эрен мен Микаса скауттар басқаратын дирижабльге тормен көтеріледі. Армин Эренге бортқа көтерілуге көмектеседі. Эренді қорлап, Леви оны байламас бұрын бір тебеді. Эрен хаттарында бәрін түсіндіріп бергенін айтып, қарсылық көрсетпейді. Леви оған жанашырлық танытпай, Эренге бәрі оның қалағандай болғанын айтады. Жерде Габи дирижабльдің соңынан жая ұмтылады. Ал Фалько оның артынан қуып, оны тоқтатуға тырысады. Онымен кездескеннен кейін Габи, Удо, Зофия және қақпаның екі күзетшісінің өлімі үшін эльдиандарды кешірмейтінін айтады. Ол өзін жақсартуға, әлемге эльдиандардың жаман адамдар емес екенін көрсетуге тырысты. Ол оларды әлем бейбітшілігіне қауіп төндірген шайтандар деп атайды. Ал Фалько Эреннің эльдиандар мен марлиандардың бірдей деген сөздерін есіне алады. Лиманың отряды дирижабльге кіргенде, Лабов дирижабль еркін көтеріле алады деп айғайлайды. Ол төменде жүгіріп келе жатқан Габиді байқайды. Бірақ оның бала екенін көріп, оқ атудан тартынады. Габи мылтығымен оның басынан атады. Лабовтың мәйіті жерге құлайды. Бірақ оның мобильді құрылғысының сымы дирижабльге бекітілген. Механизмді сынау кезінде Габи Фалькодан отбасына оның соңына дейін күрескенін және дирижабльге көтерілуге дайындалып жатқанын айтуды сұрайды. Кольт пайда болып, оларға атылады. Бұл Габиді тездетіп, тартпаны іске қосуға мәжбүр етеді. Фалько Райнердің Габиді құтқару керек екенін айтқанын есіне алады, және сым оларды дирижабльге көтерген кезде оны ұстап алады. Габи дирижабль кабинасына домалап, солдаттарға оқ жаудырады. Оқ Сашаның денесіне тиіп, ол құлайды. Джин мен Габи бір-бірін көздейді. Бірақ Фалько Габиді еденге құлатып, содан оның оғы бұрылып, Джин қисық етеді.
Джин мен Конни Сашаға қарай ұмтылған кезде ашуланған солдаттар екі баланы ұстап алады. Қансырап, есеңгіреп қалған Саша олардың жақында ет жейма деген ақылсыз комментарий жасайды. Флох Джиннен оларды бортқа лақтыру керек пе деп сұрайды, бірақ Джин риторикалық түрде бұл өлтіруді тоқтатама деп сұрайды. Сол мезетте Козлов командир Магатқа Габи мен Фалько қашып кетіп оралмағанын хабарлайды. Магат пик қайналады. Ол оны тұзаққа түсірген солдат пен Порко оның есінде екенін айтады. Ол 3 жыл бұрын Райнер оралғаннан кейін хабарсыз кеткен Парадис аралындағы бірінші барлау отрядында қызмет етіп жүргенде сақалды солдатпен кездескенін есіне алады. Солдат Зиг Джейгердің адал ізбасары болды. Леви дирижабль ішінде Ильянаны жасанды сақалын шешуге мәжбүрлейді. Көрші бөлмеде Габи скауттарға айғайлап, шайтандарды қарғап, олар әлі жеңілмегендерін мәлімдейді. Джин екі үміткерді Зиг Эреннің жанында отырып, оның аяқ қолдарын қалпына келтіріп отқан бөлмеге алып келеді. Таң қалған Зиг Габи мен Фалькодан кемеден естеп жүргендерін сұрайды. Фалько өзі мұнда Зигтан естеп жүргенін сұрайды, ал Габи өзін ұстауға неліктен рұқсат бергенін сұрайды. Жан балалар бортқа кіру үшін Лабовты өлтіргенін түсіндіреді, ал Габи Сашаны атып тастады. Микаса мен Армин оны көруге жүгіреді. Джин ашуланып Еленадан неліктен жақ титан мен арба титан шұңқырдан қашып кеткенін және бұл оның Касяк екенін сұрайды. Солдатша киінген сақалды Елена бұл үшін жауапкершілікті өз мойнына алады. Леви бұл айван титанның жоспарланғаннан көп тас лақтыруына әкеліп соқтырғанын және оның драмалық импровизациясы үшін Зигке жағымпазданғанын түсіндіреді. Зиг Леви оны өлтіргісі келген болуы керек деп әзілдейді. Эрен Марилидің қолбасшыларын өлтіріп, олардың порты мен флотын жою оларға уақыт ұтады деп санайды. Алайда Ханш келіспейді, өйткені әлем Парадис аралына қарсы жаһандық шабуылға біргеді деп сенеді. Ханш Эренге көңілі қалғанын білдіреді. Зиг енді оларда негіздеуші титанда, патшалық қаны бар титанда бар деп Эльдияға бостандық беріп, барлық құрбандарды ақтайды деп мәлімдейді. Сол уақытта еске Конни Сашаның өлімі туралы хабарды жеткізу үшін кіреді. Микаса мен Армин оның денесіне жылап жатқанда Эрен Конниден Сашаның соңғы сөздерін сұрайды. Ет деген сөзді естіген Эрен мұңайып күліп жібереді де, Сашаның қабырға құлағаннан кейін жоғалған жерлерін қайтарып алу үшін мал басын көбейтуді қалайтынын есіне алады. Джин Сашаның өліміне Эренді кінәлайды. Ол Эрен ұшқыр скауттарда шайқасқа тартқандықтан өлді деп айтады. Осымен анименің 4-ші маусымының 7-ші және 8-ші эпизодтары аяқталады. Жалғасын күтіңдер. Көргендеріңе рахмет. Арнаға жазылыңдар.